бір ырымды күлкі қылды. Сол түні өмірі өзгерді. Түнде ысқырды. Келесі сәтте артында біреу тұрды. Үлкендерді тыңдамаған Дәуренмен не болды? Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен, арнаға тіркеліп, қазақша контентті қолдап кет. Достар, өтініш, каналға тіркелуді ұмытпашы. Сіздердің тек қана подписка жасағандарыңыз мен үшін бір қадам. Батыс Қазақстандағы бір шағын ауылда Дәурен деген 22 жастағы жігіт тұратын. Ол қалада оқып келген, өзін өте ақылды санайтын. Ауылдың үлкендері жиі айтатын: түнде ысқырма, түнде айға ұзақ қарама, босағаны баспа, түнде бос үйдің есігін ашпа. Бірақ Дәурен бәріне күлетін. Бұл бәрі ескі заманның ертегісі ғой деп айтатын. Әжесі бір күні қатты ескерткен: балам, кейбір ырым бекер айтылмайды. Әсіресе түнде ысқырма, ол жаман нәрсені шақырады. Дәурен тағы күлді. Әже, жын шайтан деген жоқ. Сол түні бәрі өзгеретінін ол білмеді. Бір күні Дәурен достарымен ауыл сыртында отырған. Түн өте тыныш еді, жел жоқ, иттер де үрмей тұр. Достары кетіп қалған соң Дәурен жалғыз қайтып келе жатты. Сол кезде ол әжесінің сөзін есіне алды: түнде ысқырма. Дәурен әдейі күліп жіберді. Көрейікші не болады екен. Сосын қатты ысқырды. Алғашында ештеңе болған жоқ. Бірақ бірнеше секундтан кейін ауылдың барлық иттері бір уақытта ұлый бастады. Дәуреннің жүрегі біртүрлі соқты. Дәурен үйіне қарай келе жатты. Бір кезде ол артынан біреу жүргендей дыбыс естіді. Қадам, тағы бір қадам. Дәурен артына қарады. Ешкім жоқ. Қиялым шығар деді ол. Бірақ бірнеше секундтан кейін тағы дыбыс шықты. Бұл жолы дәл артында. Дәурен тез жүре бастады. Қадам дыбысы да тездетілді. Дәурен үйінің қасына келгенде терезеден жарық түсіп тұрды. Сол кезде ол жерге түскен екінші көлеңкені көрді. Бірақ ол жалғыз еді. Көлеңке өзінен ұзын болды және Дәурен қозғалғанда көлеңке кешігіп қозғалды. Дәуреннің денесі мұздап кетті. Ол артына қарады. Тағы ешкім жоқ. Үйге кірген соң Дәурен өзін өзі тыныштандыру үшін су ішті. Сосын дәліздегі айнаға қарады. Алғашында бәрі қалыпты еді. Бірақ бірнеше секундтан кейін айнадағы Дәуреннің артында қара силуэт пайда болды. Дәурен шошып артына бұрылды. Ешкім жоқ. Айнаға қайта қарағанда силуэт жоқ болып кеткен. Сол түні Дәурен ұйықтай алмады. Түнгі сағат 3 шамасында ол бір дыбысты естіді. Біреу сыбырлап тұрғандай, өте әлсіз дауыс. Ысқыр, тағы ысқыр. Дәурен төсектен секіріп тұрды. Бөлмеде ешкім жоқ. Бірақ дауыс дәл құлағының жанына шыққандай болды. Таңертең Дәурен бәрін әжесіне айтып берді. Әжесінің түрі өзгеріп кетті. Балам, сен түнде ысқырдың ба? Дәурен басын изеді. Әжесі жай ғана айтты: сен бір нәрсені шақырдың. Келесі түнде тағы сол болды. Дәурен далада жүргенде кенеттен ысқырық дыбысын естіді. Бірақ бұл жолы ысқырған ол емес. Дыбыс дәл артынан шықты. Дәурен артына қарады. Қараңғыда адамға ұқсайтын фигура тұрды. Бірақ оның беті жоқ еді. Дәурен қорқып үйіне жүгірді. Есікті жапты. Тыныштық орнады. Бірақ дәліздегі айнадан ол бір нәрсені көрді. Айнада оның артында сол қара фигура тұрды. Бұл жолы ол жоғалып кеткен жоқ. Фигура баяу басын еңкейтті. Сосын Дәуреннің даусымен сықырды:
Сол күннен кейін Дәурен ешқашан күлген жоқ. Ол әрқашан айтатын: үлкендердің ырымын бекер деп ойламаңдар. Себебі кейде ырым жай сөз емес, кейде ол есік сияқты, ал кейбір есіктерді ешқашан ашпау керек. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын. Қазақша контенттің дамуына қолдауларың қажет.